Қызық қой енді. Ассалаумағалейкум. Содан енді Гүлекең Әлем тілдер университетіне мұғалім болып кетті, оған шүкір еттік. Бір жанымызды апарып Мерей деген балабақша бар екен үйіміздің қасында. Соған отырғыздық. Оғанға дейінгі жерде қанша мағаларменен жаңағы танысып үлгірдік. Содан енді жаңағы мақаланың біреуін көтеріп алып, Фариза апамызға барып әңгімелесіп едім. Мақсатыңды айтшы деді. Мен мақсатым егемен Қазақстанға жұмысқа сөйлестім деген ойым бар дедім. Сөйтіп едім, жақсы ой екен деді. Жүр деп мені қолтығына апам ұстап алды дағы. Қандай алтын кісілер еді сол кісілер. Қандай дана адамдар еді, қандай кең адамдар еді. Қандай жүрегі кең, қандай ұлтжанды кісілер еді. Жаңағы қайдан келдің, қайдан кеттің деместен жүре ғой деді да мені ертіп осы қазіргі мынау Алматының ортасында егемен Қазақстан сол кездегі ең бір биік үй Көкбазар деп қояды әйгілі 28-ші панфилов сылардың қасында сол үйде отырады екен егемен Қазақстанның ұжымы. Сол жерге алып барды. Есіктен кірдік. Бұл жердің қызық қой. Бұл жердің дүниелері, үйлері, бастық отыратын бөлмелері қызық. Ат чаптырым. Есігінен төріне барғанша терлеп кетесің. Қысқасы. Неге дегенде өте үлкен сондай. Енді патшаның бөлмесі секілді кілем салып тастаған. Жасыратын түгі жоқ, ондайды біз көрмегенбіз. Біз тартар бөлмеде отырып едік. Олай емес, кең дүние. Қазақстанның кеңдігін сол жерден көреді екенсің, сол үйлерден. Сон осы Нұрлан Оразалин қазақтың драматург үлкен ақыны, сенат болған, қазіргі жазушылар одағының басшысы. Сол Нұрлан Оразалин ағамыз сол кезде Әбіш Кекілбаев ағамыздан кейін егемен Қазақстанның бас редакторы болып отырған кезі. Сол кісіге бардық. Салам беріп кірдік есіктен. Фариза апамды бұрыннан Нұрлан ағамның Фариза апамды апа тұтып бірін-бір сондай ардақтап жүретінін баспасөздерден білетімін. Фариза апам кіріп еді, Нұрлан ағам енді кіші ғой, және өзінің алтын апасы орнынан қарап тұрып бұл кісіні есікке дейін кәдімгідей елпелектеп келіп апамызды құшақтап амандасып төрге қарай бастады. Мен енді қасындағы танымайтын бір адаммын, бір бауыры. Сосын мен ілесіп отырдым. Барып соның кейін аман салам жасап болғаннан кейін көп ұзамай-ақ Фариза апам жаңағы бір өзінің бір бұрынғы нәрселерін кішкене ғана сөйлесті де сосын Нұрланжан саған тағы бір бұйымтаймен келдім деді. Айтыңыз. Бұйымтайым мынау қасымдағы мына азамат о кезде Кермел емес деген арғы беттен келген азамат. Талантты ақын деді. Тура осылай айтты. Мен білемін, бұрындан білетінмін. Осы бауырымыз осы елге келіпті мінекей. Тәуелсіздіктен кейін осы елге қайта қайтқан қазақтың біреуі. Ендігі әңгімені екеуің сөйлесіңдер. Бұл азаматтың мақсаты осы сенде жұмыста, осы егеменде істегісі келеді екен. Міне мақаласы мен оқып шықтым, енді сені оқып шық. Егер жаратсаң, ұнатсаң, көрерсің деді. Осыған ұқсайтын сөздер айтты. Сосын сөйтті де ана кісі қайтып кететінін айтып шығып кетті. Сосын мен енді қипақтап енді қайтеріңді білмесің, енді мен де шығып кетейін дедім де енді өз жерде ана кісі мені сол жерде қал дегендей немене қылып ана кісі енді жүр деген жоқ, өзі шығып кетті. Сосын Нұрлан ағам жарайды жолың болсын келгенің
игіліктен болсын деп жақсы сөздерін айтты да, мақаламды тапсырып алды да. Жарайды, ондай болса мен ол енді менше жаңағы сәрсенбі күн болу керек. Жұма күні кел деді. Жұма күні таңертең сағат 10-да кел. Мен мына мақалаңды көрейін деді. Сосын мақұл деп кетіп қалдым. Сосын жұма күні айтқан уәде бойынша бардым. Қызығы сол жұма күні деп айтып отырған жұма күні Жас Алаш газетінде менің елдігіміз дойлай қайта бастан деген жаңағы осы келген Нарынқолды айланып келгеннен кейін бұл жердегі жаңағы алғашқы кезең, Қазақстанның алғашқы тәуелсіздігінің алғашқы кезі, жағдай қиын кез, елге жекешелендіру жүрген кез, жекешелендіріп бергенді біреу түсініп, біреу түсінбей, қысқасы көп адам түсінбей жаңағы сондай бір қиян кескі кезең қысқасы. Жаңағы қолына Кеген ауданы ол сол кезде жаңағы бірінші болып тәуелсіздіктің алғашқы қарлығаштары ретінде сол аудан жаңағы өзіндегі жер менен малды барлық жаңағы мемлекеттік қолындағы дүниені жекеге берген кез, беріп тастаған аудан болады. Сондықтан жаңағы өз жерде халық қысқасы біреуге жаңағы мынша гектар жер, біреуге мынша малдан бөліп тастаған. Ол малды енді оған дейін ол барлық адам малшы емес. Көбі жаңағы басқа мамандықта болып алған адам. Содан әгі жерде қолына ұстаған малды, қолына ұстаған чоқтай көрген. Бұны қайтеміз. Мал бағудан айырылып кеткен көп адам. Малшылар ғой оған оқа жоқ, бірақ жай сізге мысалы, сізге дүз қой десе, маған дүз қой десе, оны қайда апарарын білмей қалған зиялы қауым қысқасы. Сонымен жинап біреу 5-6 жинап біреуге беріп деген секілді. Қысқасы әгі малдан енді қалай құтылудың жолын іздеп тұр деп айтуға да болатын. Мысалы, таң қаласың, ортада үлкен қарқараның жазығында мыңдаған гектар жерге жаңа картошка сақ қояды екен. Жаңа Бөлексаз деген жерге бардық. Сонда енді бір ай жүрдік қой енді елдің ішінде. Сонда жаңа малды таңертең жаңағы орталық кәдімгі ауыл саған картошкаға таңертең малдарын сауып алады екен де, жылқы сиырын жаңағы қойымен қосып жаңағы картошкаға қарай айдап қояды екен. Мына жағында жайылым деген толып жатыр. Соны мен айтамын ғой, ақырын етім үйренген. Бұларыңыз не енді деп енді өзіміздің туысқандар сөйтсе, енді орталықтікі ғой. Орталықты болса енді ана картошка жақсылап піссе енді оны ертең мал жегеннен мал басып жаншып кетті ғой, енді одан да өздеріңіз жейтін нәрсе. Ортада болса сіздердің еріндеріңізге тиетін еді ғой деген сияқты сөздер айтамыз. Қысқасы енді сөз қайшылықты. Бұндай нәрсені ешкімін көп адам мұндай пікірлерді қаламайтын кез қысқасы. Әбден жүйкеге тиіп қысқасы бір түрлі орталықтандырылып алған халыққа жекешелендіру деген бір қысқасы бір өте бір қасірет болып тиген. Ең алғашы малды халықтың қолынан коллективке алып алғанда қандай ауыр тигенін білмеймін. Бірақ қайтадан малды мынау сенікі деп берген кезде алғысы келмейтін адамдардың болғанына таң қаласыз. Бұл сол алғашқы кезеңде Қазақстанның алғаш дәл осындай болатын. Ona bir жерде bir ауылдан көрген нәрсең бүтін республикадағы көңіл күйді көрсетеді сол кезде. Сондай бірге содан түйгенімді жазғам ғой қысқасы жаңағы елдігімізді ойлайық қайта бастан деп. Жас Алашқа бұл шыға қалды. Шығып тура сол күні жаңағы Нұрлан ағамның қолында тұр. Ал мен Нұрлан ағама апарған дүнием, ол кісі енді ақын болғаннан мен шекарасқан ақындар деген мақала жазғам. Ешбір ақынның кітабынан алғам жоқ, қысқасы жаңағы кітабына қарап алғам жоқ цитатты. Ол өзі арғы бетте жүргенде жаңағы осы Қазақстан ақындарынан жаңағы кітабын көрдік, қазақ әдебиетін оқитынбыз, жұлдызды оқитынбыз, содан жаңағы жан дүниемізге жаттап алған дүниелерден мен қысқасы арғы бетке осы Қазақстан ақындарының қалай кіргендігін, кіргенде ешкім барған жоқ қой ол жерге, бірақ оның әдебиетіне қалай кіріп, қалай әсер еткендігін жазған жаңағы мақала болады. Соны бергем, сөйтіп едім. Анау Жас Алаштағы мақаланы оққан, қолындағы жаңағы мақаланы оққан, енді екі мақалада ол жасыратыны түгі жоқ, ол бар немене күшті салып жазған мақалалар. Екеуін оқып Нұрлан ағам әкізеді, ана кіріп едім, орыннан дәл осы өтірік емес, осы рас деген. Орыннан қарғып тұрып жаңағы
ой бауырым келдің бе деп құшақтап бұрынғы алдыңғыдан гөрі қызу жаңағы ілтипатпен амандасып жаңағы бұл жерде бір жақсы әдет бар, жаңағы жақсы көрсе де жақсы көрмесе де адамдар амандасқан кезде бетін сүйіп амандасатын жаңағы бауырларды сөйтіп жаңағысы қолпаштап қуанып жаңағы отырғызды да содан кейін көп сөйлеген жоқ. Бірден айтқаны мақалаң ұнады, онымен қатар мінекей жас алашта да мақалаң шығыпты, оны да оқыдым, о да ұнады, сені мен жұмысқа аламын, ертеңнен бастап біздің қызметкеріміз боласың деді ғой қысқасы. Енді бұл соны арғы бетте жаңағы өзіңіз ойлаңызшы, Ньюшаңнан жаңағы сиыр фермадан ұшқан мен үшін оны мен айттым жаңағы Құлжаға қалай келгенімді, Үрімжіге қалай барғанымды. Ал енді бұл Құлжада емес, Үрімжіде емес, ол кезде Қазақстанның астанасы Алматы болатұғын. Ал енді егемен Қазақстан деген сөз жаңағы Рөмен-Жуа газеті болатұғын. Мемлекеттік газет. Ең биік газет. Сол жерден жұмысқа тұрам деп мен өмірімді ойламайтынмын. Бірақ Құдайдың құдіретімен жаңағы жерге сөйтіп жаңағы Нұрлан ағам жұмысқа қабылдаймын деп қысқасы менен өтінішімді жаздырды да қолын қойып, ертеңнен бастап жұмысқа шыға бер деді. Сөйтіп жаңағы Алматыға келгеннен 2 ай аралығында егемен Қазақстан деген Қазақстанның қысқасы салыстырып айтсақ жаңағы Рөмен-Жуадан жұмыстан бірақ шықтым. Бұл да Алланың берген шексіз нығметі болатұғын. Және біз шеттен келіп жатқан азаматтар үшін соны мемлекеттің бас газеті, қысқасы мемлекеттің тілі болып тұрған ең үлкен газеттен жұмысқа тұру, оны бұлай әзір бұлай айта салғанға жеңіл болатын шығар. Ал бұл мүлде тек түсіңде көретұғын дүние болатұғын. Ол өзден Қытай азаматысыз ғой. Әлі Қытай азаматымын, иә. Оған қарамастан сөйтіп жаңағы жұмысқа алды. Ол егеменнің тарихында чамасы әсіресе Қытайдан келген қазақтардың бірінші рет тарихында бірінші рет жаңағы егеменде жұмысқа тұру екен. Мемлекеттік газет болғанда да ол мемлекеттік газет көп қой. Ал мынау жаңағы мемлекеттің тікелей мемлекеттің енді көзі мен құлағы ғой. Сол газетте егеменнің орны әлі де басқаша. Шынын айтқанда міне. Сондықтан сол жерде сөйтіп жаңағы руханият деген бөліміне тұра қалдым Құдайдың құдіретімен. Содан арғарай енді егеменнің бір кәдімгі бір тілшісі болып, аға тілші қылып алды оның үстіне. Сөйтіп жаңағы егеменде ертесінен бастап мақала жазып кірісіп кеттік қызға. Содан енді біз бір түрлі жаңағы ойламаған жерден бұл екеуміз де мемлекеттің кадры болды. Біреуіміз бір білдей жаңағы әлем тілдері университетінің мұғалімі, ал біреуіміз егемен Қазақстанның аға тілшісі болып қызметке тұрып сөйтіп жаңағы бірден Қазақстанның адамы бола қалдық әк жерде. Міне осы бұл бір керемет нәрсе кезеңдер бұл енді. Ол бір ғана егемен емес әк жерде енді ол егеменде тұрған енді сол жерде негізінен газет журналдың бәрі сол жаңағы бәрі өз жақын тұратұғын. Солардағы бүтін қазақтың жаңағы қайсығай ақындарымен таныса бастадық. Енді ол кезде мен өз өлеңді жатша оқитынмын өлеңдерімді. Ән айтатымын, өлеңдерімді жатша оқитынмын. Бір жерде жаңағы өлең оқудың қисыны тіпті келсе де келмесе де жасыратын түгі жоқ. Соның қисынын келтіріп оқитын кез ғой ол. Неге дегенде жаңа менің нақ 30 жасымда келдім өзі. Шекарадан 30 жасымда аттадым. 30 жас енді жас демес, жасамыс демес. Қысқасы жаңағы қазақ айтады ғой жаңа 30-ыңда орда бұзбасаң 40-ыңда қыр аспайсың деп. Сол сөздің де бір негізіне тура келеді. Мен үшін астамсып сөйлемей қояйын. Мен үшін ол орда бұзған кез болды. Орда бұзған. Қысқасы жаңа шекарадан өтіп, мына елдің ішіне келіп, астанасына келіп, астанасы емес бүтін республиканың бас газетіне жұмысқа тұрып сөйтіп. Аллаға сансыз мадақтар болсын, сансыз шүкіршілік етемін. Бұл маған ғана жасаған дүние емес бұл. Сол кездегі сыртта жүрген 5 миллион қазақтың орны деп ойлаймын. Мен осы мәселені, мен Қазақстандағы әрбір басқан қадамымда
менің сол әрбір басқан қадамым сырттағы 5 миллион қазақтың қадамы деп ойладым. Мен әрбір жазған мақалам сол сырттағы 5 миллион қазақтың айтатын сөзі деп. Қызығы сосын ары қарай жаңағы ол Егемен Қазақстан деген күніне шығатын газет. Өз 10 неше беттен тұрады. Өз үлкен газет. Сосын әр мақалаға, жоқ, әр номерға мақала беруге тура келеді. Ол енді былайшасын айтқанда сенің тез танылуыңа да мүмкіндік бар. Және ол бүтін түкпір-түкпірге барады ол. Барлық Қазақстанның қысқасы бақай-бақайына шейін барады ол газет. Қаны қысқасы жүріп тұрған. Сосынғы жерде мақала жазып кеттік ары қарай. Енді бұрыннан да өзімнің ұстанымым жаңағы қандай бір елде болмасын, жаңағы сол мемлекеттің ұлттық саясатын қолдай тұра көңілге тура келмейтін нәрсені ашық айту дегенді осы күнге шейін ұстанымым қысқасы. Мемлекеттің негізгі бағытын қолдай тұра жаңағы кетіп жатқан келеңсіздікті ашық айту. Бұл менің адамдық өзімнің позициям. Әуел бастан-ақ солай болатын, әзірге шейін солай, бұдан кейін де өмірім болса солай деп сол ұстанам. Міне сол бағытта жаңағы мақалалар жазып кеттік. Жаңағы енді келгеннен кейін қызығы қанша айтқанменен сен сырттан келгеннен кейін саған қойылатын сұраулар да қызық. Кез келген адам сені таныса қалса саған сұрау қояды. Жаңағы неше түрлі сұрау, неше түрлі күлкілі сұраулар бар оның үстіне. Соның барлығының сен күнде көріп жатқан өмірің саған әсер етеді қызға. Сосынғы жерде жаңағы әкеміздің басы бар деген мақала жаздым. Жаңағы құдайсыз қурай сынбайды деген мақала жаздым. Көререн қашқындықтың күні туса деген мақала жаздым. Соның барлығы егеменде жарияланды қызға. Ол енді неге көререн қашқындықтың күні туса? Өзінен өзі түсінікті ол, неге екендігі. Неге әкеміздің басы бар? О да өзінен өзі түсінікті. Енді біз келгеннен кейін өмір болғаннан кейінше бұл үлкен анамыздың ішіне келдік. Ел халқымыздың жүрегіне, құрсағына кірдік. Бірақ оның ішінде де жаңағы сені қысқасы өмір болғаннан кейін жаңағы қайшы секілді ғой, қайшы секілді. Қайшы ол сол қайшылығыменен қайшы. Иә. Сондықтан бұл жерде де өмір жаңағы барлығы жаңағы қысқасы барлығы мөлдіреп тұрмайды. Өмір болғаннан кейін өмірге араласасың, пікірдің алуан түрлі кіре бастайсың. Оның үстіне жазып сызған адам үшін ол солай, шынын айтқанда. Ол қысқасы өзі жаңағы соны тіпті тып-тыныш тұрса да сен сол жерде сол нәрсені көріп, сол жерде сол нәрсеге араласасың қызға. Заңды, заңсыз түрде. Бір кереметі мен келген елден тыс бұл жердің ақпарат еркін болады. Ақпарат еркін. Не айтасың, не сөйлейсің, не істейсің, оған ешкім сені қысқасы жаңағы, әй, мұны неге айттың? Сен не деп тұрсың демейтін. Және оны сен сонша үлкен газетте, сол республикада жаңағы, Егемен сияқты газетте де сен емін еркін пікіріңді білдіре аласың. Сондықтан да жаңағы тақырыпты өзіңіз байқағансыз, мысалы, көререн қашқындықтың күні туса десе не деген сөз мысалды? Өзі айтып тұр ғой, ата айтып тұр мысалы. Осындай нәрселер жаңағы ары қарай жүрді де кетті. Бұл сөзімнің жанды дәлелі қазір сол мақалалар сол Егеменнің қаттамасында, түптемесінде жатыр ол. Жаңағы. Архивінде. Келесі жылы-ақ мен Егеменнің 75 жылдық мерейтойының жаңағы Егеменнің қызметкер ретінде соған қатысу бақытына ие болдым. Соның 75 жылдық түптемесінде не жазып не қойғанымызды қайтадан берді қызығы. Сол жерде кетті қызығы. Оның барлығы басылып. Сонымен бірге жаңағы ол кезде Караван деген газет бар болатын. Керуен қазақшасы. Ол өте жаңағы ашық, қысқасы, беті де көп, қысқасы Қазақстанда жақсылықты да, жамандықты да барлық нәрсені үйіп төгіп жазатын газет болатын. Еркін ақпарат. Бір қуанатыным, мен не жазсам да соның үзіндісі сөзсіз сол жаңағы Караванда орысша аударылып басылып отырды. Оның мүмкін деп ойлаймын жаңағы сол айтқан нәрсемде бір айтуға тиісті нәрсе болған жерін ол барлық сенің күллі мақалаңды баспайды. Ананың ішінде жаңағы өзіне осы жерді аламыз деген жерім алып жаңағы Қазақстан ақпараттарындағы
пікірлер деген неменемен айдырмен беріп отырады. Сонда мен қай мақала жазсам да сол мақалам сол жерде соның неменесі мазмұны жаңағы неменесі жаңағы негізгі мазмұн аударылып беріліп отырды. Орыс тіліне сөйтіп отырды. Бұл да жаңағы сол кездегі пікірлердің жаман болмағаны деп ойлаймын енді. Алхамдулилла, мынадағы Аллахқа болсын. Енді өстіп жаңағы ары қарай қысқасы ақырын кіріге бастадық. Өлеңдер бере бастадым қазақ әдебиетіне мысалы. Радио деген жаңа айттым ғой, жаңағы бұл жерде баспасөз еркін шынын айтқанда, әлі де еркін ол. Міне. Оның кейін жаңағы жерде сен біреу кішкене пікірді тұздығымен берсе, оны тілшілердің бәрі жетілген. Соны қуалап жүріп қысқасы. Сосын ақырын жаңағы көп жаңағы ұсыныстар жаңағы. Мына туралы айтсаңыз, ана туралы айтсаңыз, жаңағы Қазақстан арнасы деген ашық, онда неше түрлі жаңағы үлкен сайыс пікірлер болып жатты. Сол параллель жаңағы оғанда жаңағы пікір беретін болдық. Мына жақтан көшіп келіп жатқан адамдар бар. Көшіп келе бастады ғой. Жастар, оқушылар келе бастады. Бұл оқушылардың жұмысына біз заңсыз түрде араластық қызығы. Сен араласайын деп араласпайсың. Сен енді мына жерге келгенге қызығы, сен сол арттағы өзің келген елдегі бауырларыңның бір өкілі болып қалады екенсің. Ешкім сені өкіл деп сайламайды өйтіп. Ешкім саған мына сөзді айт демейді. Ешкім саған мынаны істе деп саған бір тиын ақша төлемейді. Бірақ сенің жан дүниең, сенің болмысың жаңағы өзіңіз табиғи түрде боласың. Барасың. Міндетсіз міндеттелесің қызығы. Міне осыны бастан кешіп жаңағы қысқасы жаңағы оқушылар туралы пікірге араласып кеттік. Енді не болып жатыр өзі сол кезде? Қысқасы саясатқа да жаңағы көші-қонға да сөйтіп араласып кеттік. Мынау Дүкен, Мәсімхан, Тұрсынхан Закон, Алмас Ахметбек, Ғалым Қалибек, мен және Болат деген Монғолиядан жаңағы келген азамат бастаған 10 азамат жаңағы Қазақстанда ең алғаш жаңағы көші-қон заңын жасадық. Көші-қон заңының негізгі текстін жаздық қызық. Осы мына дүниежүзі қазақ қауымдастығы бар. Сол қауымдастығы ұйымдастырды. Бірақ оның немен авторы жаңағы Әкім Ысқақ деп сол кезде Алаштың бір азаматы бар болатын. Өзі ақын азамат жаңағы ол парламентте депутат. Сол азамат жаңағы авторы сол. Бірақ бір ай бойы жаңағы ол кезде жаңағы қыста жылуда берілмей қалады көп жерлерде. Ол сол бір қиыншылық кезең, оны жасыратын түгі жоқ. Сонда біз жаңа бір ай бойына отырып жаңағы көші-қонның алғашқы неменесін қазақша тарихында, Қазақстан тарихында өзі қазақша жазылған заң сол қызға. Сол заңның негізгі жүлгесін жазып, қайта қарап, қайта түзеп жүріп, бір ай ішінде жаңағы жазып болдық. Ары қарай сонан кейін жаңағы парламенттегі Әкім Ысқаққа өткіздік. Соның авторлығымен көп ұзамай бірінші болып Қазақстанда көші-қон заңы қабылданды.